Баршаңызға сәлем, құрметтілерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге өте оңай дайындалатын чимчи рецептісін ұсынамын. Ол үшін керек ингредиенттер: пекин орам жапырағы, тұз, канкочи дәмдеуші. Орам жапырақты төртке бөліп, сабақтарын кесіп аламыз. Өзіңізге ыңғайлы бөліктерге кесіп аласыздар. Йодталмаған ірі тұзды қосып, араластырып, таспен бастырып қою қажет. Орам жапыраққа қосқан тұзыңыз кем болмау керек, ал егерде тұз көп болып кетсе, сумен шайып, дұршылаққа салып, артық суын ағызып тастауға болады. Бір сағаттың ішінде осылай 2 рет немесе 3 рет араластырып, ауыр затпен бастырып қою керек. Және де араластырып отырған кезде жапырақтарын ақырындап мыжып аламыз. Орам жапырақтан ақырындап суын мыжып аламыз. Келесі кезек канкочи дәмдеушті қосамыз. Канкочи дәмдеушті қосқанда өзіңізге ыңғайлы мөлшерде қосып аласыздар. Канкочи рецептісін менің каналымда көрсеңіздер болады. Дәмдеуіш қосылғаннан кейін әбден араластырып, қайтып 3 күнге ауыр затпен бастырып қоясыздар. Қанша ұзақ тұрса, соғұрлым қышқыл болады. Мен 3-ші күні алып, дәмін көрдім, аздап қышқыл сезінді. Чимчи дайын болғаннан кейін тоңазытқышта сақтайтын боламыз. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.